Баршаңызға сәлем, сіздермен Луиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен маклюбе тамағын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдыменен етімізді қуырып аламыз. Ол үшін қызып тұрған табамызға сұйық майды құйып, азғантай сұйық май құйып, одан кейін етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Немесе сұйық майсызда еттің өзінің шырынына қуырсаңыздар да болады. Мен кішкене ғана сұйық май қосып қуырдым. Енді осы етті жақсылап қуырғаннан соң жарты сағатқа бетін жауып бұқтырып қоямыз. Одан соң картошкаларымызды осылай домалақ етіп турап алып, одан соң сәбізімізді де осылай турап аламыз да, қызып тұрған майда бөлек ыдыста сәбізімізді екі жағын қызартып, жақсылап қуырып аламыз. Одан соң картобымызды да осылай екі бетін қызартып, жақсылап қуырамыз. Маклюбе тамағының палаудан айырмашылығы осы заттардың барлығын қуыруда. Картошканы бөлек қуырамыз, одан соң сәбізін, одан соң күрішті де жақсылап қуырып алатын боламыз. Енді күрішімізді жуып, 1 килограмм осындай лазер күрішін қолдандым. Жуып болғаннан соң енді жаңағы сәбіз және де картопты қуырып алған майымыздың кішкене ғана бөлігін алып, енді күрішімізді де қуыратын боламыз. Ет, картоп, сәбіз, күріш барлық затты қуырып алғаннан соң, енді ет қуырылған жаңағы асты жабыспайтын және де күймейтін қазанымызға осындай бір слой етіп, қалың туралған, домалақ етіп туралған пиязымызды қазанның беті жабылғанша осындай түбіне тақтап шығамыз. Қазанның түбіне бір қабат етіп, осындай пиязды қойып шыққаннан соң, енді үстіне етімізді қоямыз. Одан кейін сәбізімізді бір келкі етіп тақтап шығамыз. Одан соң қуырылған картоптарымызды қойып, үстіне консервіленген жүгерімізді де әр слойына осы 2 қасықтан салып шығамыз. Қуырылған картопты қазанымызға осылай бір келкі етіп тақтап шыққаннан соң, 1 килограмм күрішімізді, қуырылған күрішімізді салып, бір келкі етіп жайып шығамыз да, үстіне 1-2 қасық жүгеріні салып арасына. Одан соң алдын ала су қайнатып қоюды ұмытпаңыздар. Қазір осы қайнап тұрған суды күріштің бетіне құятын боламыз. Осы кезде өздеріңіздің қалауларыңызбенен әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен кішкене ғана куркума қостым, одан соң зира қостым, және де бұрыш қоссаңыздар болады. Барлығын қосып, енді отқа қоятын боламыз. Және де мен 1,5 ас қасықтай тұз қосып, үстіне қайнаған суды құйып алдым. Суды көп құюға болмайды, себебі қазанымызды аударғанымызда маклюбе өзінің формасын ұстамай қалады. Күріштің бетінен кішкене ғана асырып қана суды құйып, қазанның крышкасын жаппай-ақ осылай суын тарттырып аламыз. Және де су жетпей қалған күріштерге осылай қасықтың көмегіменен аударып тұрамыз. Күрішіміздің суы тартылғаннан соң бетін жауып, жай отта 30-40 минут пісіретін боламыз. Осымен біздің маклюбе тамағымыз дайын болды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, және өздеріңіз көріп тұрғандай ешқандай да күйместен және қазаннан бір келкі болып түсті. Қасына осындай салаттарды қойып және айранменен безендіріп шықтық.